Итмұрын тұр, биылғы жылы енді гүлдейді, бірақ қыстағысы бар болатын болса, сіздерде бұл бүйрек, қуық, өт ауруына өте жақсы көмектеседі. Бұны дайындауды көбісі біле бермейді, мен айта салайын. Бір уыс аласыздар итмұрынды, соны 1,5 литр жаңағы термос бар ғой, қайнап тұрған, соның ішіне саласыздар да, кешкісін соны салып демдеп қоясыздар. Ертесіне азаннан бастап іше беруге болады. 1 стаканнан азанда, әдетте кешке 3 мезгіл. Және давление түсіруге өте жақсы көмектеседі. Бірақ бұны побочный эффектісі бар. Асқазанында язвасы барларға уақытша ішуге болмайды. Басқа жағдайларда іше бересіздер. Жаңа давлениеге, бүйрек, қуық ауырса, өт ауырса дегендей. Осының емін пайдаланыңыздар. Одан бөлек біз алтын қоңызбен айналсам ғой, жаңағы алтын қоңыз простатитке, соған ем керек деп жазсаңыздар, профильдегі номерге WhatsApp-қа, сол жерден толық ақпарат беріледі. Негізі алтын қоңыз бүйрек өте тас болмау керек, асқазанда язва болмау керек, сондай жағдайда ішіледі. Мынау аспабым жағым, яғни стояк жағы дұрыс болмай жатыр, таңғы эрекция жоқ, екінші емес біріншісінің өзіне жарамай жатырмыз деген сияқты, жеңгең риза болмай жүр ғой деп көбісі алтын қоңыз сұрап жатқаны сол. Соған алтын қоңыз алып ішсеңіздер болады, простатит емдеу үшін. WhatsApp-қа жазыңыздар, 21 күнде 40 штук алтын қоңыз ішіп, толығымен емделуге болады.